Мгм. Так, жақсы ендеше, қайырлы кеш аналар. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен өте маңызды тақырыптарды уже сабақтарымызды бастаймыз. Кеше біз сіздермен таныстық және сонымен қоса біз сіздермен жалпы психологиялық дайындық жүргіздік, иә, сәл-сәл. Ал енді, қазір Ал енді бүгін біз сіздермен онтогенезді бастап өтеміз. Алдын мен сіздерге айтқан болатынмын, онтогенез жөнінде мен сіздерге айтамын деп, және балаңыздың сол кезде қандай деңгейде қалып қойғанын, қандай деңгейдегі бұзылысқа ұшырағанын біле аласыздар. Сол жөнінде айтқан болатынмын. Қазір соны өтетін боламыз. Яғни араларыңызда оны білетін де аналар бар. Себебі мен бұрынғы біздің курстарға қатысып отырған аналарды көріп отырмын араларыңыздан. Бірақ сонда да қайтадан өте бересіздер. Себебі бұл өте маңызды процесс, онсыз біз ары қарай жүре алмаймыз, өте алмаймыз. Және бүгін мен сіздерге сәл-сәл мидың құрылысын түсіндіріп өткім келіп отыр. Себебі балаларыңыздың миында не болып жатырғанын, қандай бұзылыс болып жатырғанын сіздер білулеріңіз керек деп ойлаймын. Мхм. Мхм. Давайте көп созбай сразу сабақты бастап кетейін. Бүгін мен сіздермен осы мидың құрылысын өтетін боламын. Себебі көп жағдайда аналар айтып жатады, мен балама осындай диагноз қойды, бізде бәрі жақсы дейді, эгосын түсіреміз, қараймыз, бірақ бәрібір де бұл бала сөйлемей жатыр, немесе бұл баланың түсінігі әлі толықтай қалыптаспай жатыр. Бұл бала бізде көп жағдайда берген ақпараттарды қабылдай алмайды дейді. Ең бірінші мәселені айтайын, біздер диагностика тақырыбын бірнеше күн өтетін боламыз, себебі тақырып маңызды. Бірінші, диагностика балаларыңызға жүргізбестен бұрын, в чем причина, мәселе неде, соны анықтап алсақ. Яғни баланың миында қандай бұзылыстар болып жатыр, соны анықтайтын боламыз. Сол кезде балаларыңызға ұрыспайтын боласыздар, тем более еще ашуланып ұрмайтын боласыздар. Себебі бізде ата-аналар жазып жатыр, мен бұл баланы мен түсінбеймін, ол мені түсінбейді, екеуміз бір-бірімізді түсінбейміз де ақыр соңында ұрып соғып сонымен бітеді дейді. Немесе мен ашуланып өзімді ұстай алмай қаламын дейді. Сондай жағдайлар болып жатады дейді. Сонда бұл баланың миында қандай процестер болып жатыр? Ең бірінші, бала дүниеге келместен бұрын анасының жатырына біткеннен бастап оның миы дамып бастайды. Барлық бұзылыстар сол кезде пайда болады. Яғни қандай жағдай болады? Ол мындай нәрсе емес. Яғни бала жүріп аяқ астынан сөйлемей қалды деген нәрсе болмайды. Кез келген жағдайдың түсініктемесі болады. Басқа балалармен салыстырмалы түрде қараған кезде, егер сіздің балаңыз 1-2 сатыға болсын төмен дамып келе жатырса, значит бұл мәселе, белгілі бір мәселе бар деген сөз. Сол үшін де сіздер осы жерде отырсыздар. Ал енді қараңыздар, біздің миымыз, бұл сіздерге түсініксіз болуы мүмкін кішкене, бірақ сонда да мен сіздерге бір қысқаша айтып өтейін. Енді қараңыздар, бұл мидың біздер қызметін қалай анықтаймыз? Бұл ми барлығымызда бірдей жұмыс жасайды. Яғни сізде де, бізде де Брока, Вернике орталықтары бар барлықтарымызда. Енді қараңыздаршы. Мына жерде біздің миымызда маңызды Брока, Вернике орталықтары бар. Бірақ ең бірінші мына жердегі біздің маңызды орталық, қараңыздаршы, зона слухового восприятия деп аталады, сосын зона визуального восприятия деген. Бұл өте маңызды дүние. Неге? Себебі адам дүниеге келген кезде ең бірінші адамда, балада зона слухового восприятия пайда болады. Яғни бала не істейді? Бала тек қана дыбыстарға еліктейді. Бір нәрсе тарс етсе қарайды. Немесе бір нәрсе қасына біреу келсе басын бұрып қарайды.
Содан кейін балада зона визуального восприятия басталады. Яғни сіздер білесіздер, иә, бала дүниеге келгеннен бір 10 күндік, 15 күндік аралығында ол ешкімді көрмейді, яғни көру қабілеті толықтай дамымайды. Одан кейінгісі 1 жасқа келіп бастаған, уже бір 6-7 айлығында келгенде мамасын және белгілі бір қашықтықта ғана қабылдап бастайды. Одан кейінгісі уже бала қабылдап, анализ, синтез қалыптасып бастайды. Анализ, синтез деген нәрсе балада ол бізде бір жаста максимально қалыптасып бастайды. Бірақ телевизорда болып жатырған нәрселерді бала 5 жасқа дейін анализ, синтезбен мынау орысша айтып жатыр, мынау маған қазақша айтып жатыр деген мәселе жоқ. Анализ, синтез жоқ, ара жігін былай ажыратып ала алмайды. Сол себепті де балалар мынау орысша берген ақпараттарды бірден сіңіріп алып жатыр. Ол қазір сіздерге, ой, бұл это не яблоко, это алма деп үйретсеңіздер, бала оны түсінбейді просто. Сөйлеген кезде ол, оның басы былай қашып, ой, алма дейді, біресе яблоко, біресе apple болып жатады. Бұл 5 жасқа дейінгі балада анализ, синтез қалыптаспайды, естеріңізде болсын. Бұл балаға либо телевизорды полностью өшіресіздер, либо телевизорге таймер қойып, уақытты максимально қысқартасыздар. Басқалай балаға түзетудің, тем более оның қажеті жоқ. Неге? Себебі 5 жасқа дейін бала ол ара жігін ажыратпайды. Жаттап алуы мүмкін, бірақ ол кәдімгі осознанно анализ, синтез балада қалыптасып жатпайды. Сол себепті де мына көптеген невропатологтардың, неврологтардың, психиатрлардың, логопед дефектологтардың телевизорда азайтыңыздар деп жатырғандығы осы. Енді жақсы, бала дүниеге келген кезде бізге қарады, бізді естіді, бұл рефлекс болып саналады. Яғни біреу өтіп бара жатса, соған көзін қаратады, уже соған қарай басын бұрады деген секілді. Бірақ мына үлкен мәселе бар. Қараңыздаршы. Центр Вернике біздің көру аймағымызға жауап береді, сенсорикаға жауап береді. Не үшін сіздерге сенсорный интеграция керек деп жатады? Себебі баланың сенсорикасы бұзылған. Сол себепті де. Ал енді қараңыздар. Мына зона слухового восприятия мен центр Верникенің арасында, яғни көріп қабылдаумен баланың визуально қабылдауының арасында нейрондық байланыстар болады. Бұл нейрондық байланыстар көзге көрінбейді. Егер мына зона слухового восприятия мен центр Верникенің арасындағы связь, байланыс бұзылған кезде бала не істейді? Бала түсінбейді. Міне, нағыз рас, немесе ЗПР, немесе УО, басқа да ауыр ақыл ойына байланысты баланың қойылған диагноздар осы центр Верникенің бұзылуынан болады. Мына зона слухового восприятия мен центр Верникен арасында нейронный байланыстар өте әлсіз болып тұрған кезде бала сіздің не айтып жатқаныңызды түсінбейді. Өте жай қабылдайды. Немесе осознанно ойын ойнай алмайды. Ойынды түсінбейді, ойын ойнау процесін түсінбейді бала. Яғни дәрігердің заттарына келіп қойса, оған укол салу керек екенін, немесе оның аузын ашып тексеру керек, оның құлағына салып жүрегін тыңдау керек деген нәрсені бала түсінбейді. Түсінік қалыптаспайды осы нәрсе бұзылған кезде. Бірақ бұл бұзылысты ешқандай МРТ сіздерге көрсете алмайды. Себебі ол жақтардағы нейрондық байланыстар өте жіңішке. Бұны аналар көбінесе ТМС-пен, БАК-пен, басқа микрополяризациямен, ВЧД-мен, барлығымен шығарғысы келеді. Бірақ бұл жерді бірден айтайын, без конца тітіркендіре беруге болмайды. Одан кейінгісі жақсы. Бұл зона слухового восприятия мен центр Верникенің арасынан байланысты жақсы, нормально. Бала түсінеді айтқанды. Істе десең істейді, алып кел десең жүгіріп барып алып келеді. Бірақ сөйлей алмайды. Неге? Сөйлейді, бірақ сөздік қоры өте аз, белгілі бір өзінің жасына сәйкес келмейді. Неге? Себебі мына центр Брокаға дұрыс сигнал бармайды. Брока деген бұл моторикаға жауап беретін. Моторика деген сіздерге мына ұсақ моторика, ойбай, ұсақ моториканы дамытыңдар деп неге айтып жатыр? Себебі қараңыздаршы, мына жақта ұсақ моторика тұрады, мына жақта жалпы моторика тұрады, яғни баланың секіруі, аунауы, домалауы жатады, ортасында артикуляциялық аппараттың моторикасы тұрады. И мынау жұмыс жасап, мынау жұмыс жасағанда екеуі ортадағы мына сөйлеудің моторикасына жауап береді. Егер мына ортадағы моторика жұмыс жасамаса, сіздің балаңыз
қанша жерден түсініп тұрса да, ол сөйлеп түсіндіре алмайды, потому что мына жақтан мынаған сигнал келмейді. Мына жақтан мынаған сигнал келмесе, оны қанша жерден біз массаж жасап жатырсақ та, оята алмауымыз мүмкін. Неге? Мысалы, былай деп жатады: ой, бізде моторный алалия, ойбай, бізге логопедический массаж керек дейді. А сен логопедический массаждың 10 сеансын алсаң да, бәрібір саған действие беріп жатырған жоқ. Неге? Себебі мына моторикалар жұмыс жасап жатырған жоқ. Моторика, аналар, өте маңызды. Бұны сіздер просто так қалдыра алмайсыздар. Моторика ойынның да 3 деңгейі болады. Бірінші жалпы моторика, үлкен заттарды сүйреп алып бару, ана допқа шелекке салу, жерге күрекпен қазу, жердегі нәрсені күрекпен бүйтіп апарып салу, бұл жалпы моторика. Одан кейін ұсақ моториканың өзі, мына снеголепкалар бар ғой, ашып, былай снежоктар жасайтын. Снеголепканы бала ашса, жаба алмайды, жапса, аша алмайды. Неге білесіздер ме? Өйткені балада жалпы моторика дамымаған. Бұл бала ашып жаба алмай тұрған кезде біз сөйлеу туралы пока сөз қозғамаймыз мүлде. Себебі жалпы моторика мен ұсақ моторика толықтамай, егер сіздің балаңыз пинцетті ашып ұстай алмайтын болса, былайынан ашып сала алмайтын болса, онда ары қарай бұл баланың сөйлеу тілін дамыту өте қиын. Себебі мына екі ортада тұрған артикуляциялық аппаратымыздың моторикасы мен мына екеуі дұрыс сигнал бермей жатыр. Мына орыс логопедтерін көресіздер ме кейде? Байқайсыздар ма? Олар мына түсінігі қалыптаспаған балаларға жерге нанды бастырады, жүзімді бастырады, тамақтарды біз айтамыз, иә, ол біздің менталитетімізге келмейді. Бірақ олардың ең бірінші мақсаты бар. Мына жаққа БАК, ТМС секілді басқа да аппараттармен емес, естественным путем сигнал беру. Оян, ана нәрсені басқанда балаға неприятно, фу деп басқысы келмеген кезде, мына центр верникеге, түсінікке үлкен сигнал барады. Фу деген. Знаете, что отвращение деген нәрсе өте суперский нәрсе. Өйткені отвращение болмаған жағдайда бала өзінің үлкен дәретіне отырып қойғанын, теріс отталкивать етіп, оны сезінбей, дискомфорт сезінбейтін болса, бұл өте үлкен, это прям такая большая проблема. Үлкен нәрсе. Сол себепті де олар жиіркену, иіс сезу деген секілді нәрселермен түсінікті қалыптастырады. Сіздер ойлайсыздар, ой, аш деп айтам, қазір аш дегенде аш, мен оған түсіндірем деп. Жоқ, олай түсінік қалыптаспайды. Түсінік қалыптасады, когда бала жиіркенген кезде, когда балаға ұнамаса, фу деген кезде, келесіде ол оған бармайды. Уже миға сигнал барады. Сен анаған барма. Это уже классный результат, что бала екінші рет оған барғысы келмейтіні. Уже балада сәл-сәл түсініктер қалыптасып келе жатыр деген сөз. Жақсы. Ал енді, қазір. Мына нәрсені көрсетейінші. Мына нәрсені сіздер енді скриндап алыңыздар. Бұны қазір бұл өте ұзақ нәрсе. Біздің оң жақ миымыз және сол жақ миымыз неге жауап беретіндігі жөнінде бұл жерде айтылған. Міне. Неге уақытылы қатыспай жатыр? Хорошо. Енді антогенезді мен енді бастайын деп жатыр. Сіздер асықпаңыздар, мен сіздерге асықпай поэтапно түсіндіргім келіп жатыр. Ертең балаңыздың сөйлеу тілі қай жерде тоқтап қалғанында мен сіздерге үйретемін. Ол сөйлеу тілінің антогенезі. Пока давайте ойлау қабілетінің антогенезін меңгеріп алайық. Курсты өткізгесін кішкене сіздерге түсінікті болсын деп поэтапно түсіндіріп жатырмын. Мына нәрсені сіздер көріп жүрсіздер, естіп жүрсіздер, бірақ сенсорная интеграция не үшін қолданылады? Вообще, бұны біліп алыңыздаршы. Себебі кейбір ата-аналар айтады, менің балам бір орында секіре береді дейді. Менің балам мені тыңдамайды, менің балам атын айтсам қарамай отыра береді дейді. Немесе алдына мен бір зат берсем, ол затты мән беріп қарамайды дейді. Ой, деп басқа затқа жүгіріп кетеді дейді. Былай деп, мына жерде былай деп сұрап жатыр, былай дейді. Менің балам дәрі әкеле жатсам ақ, түсінік менен қашып жүреді. Оның түсінігі бар деген сөз дейді. Құрметті ата-аналар, сіздердің балаларыңыздың барлығының түсінігі бар. Ол егер истерика шығарып жылап жатырса, ол значит бала эмоциясын қалай проявлять ету керек екендігін білмейді, керегін қалай сұрау керек екендігін білмейді, ол просто жылау керек деп ойлайды. Значит, истерика шығару керек, жылау керек деп.
түсінік барлық балада бар, просто оны біз ары қарай дамыту керекпіз. Ешқашанда біреуге сіздің балаңызда мүлдем түсінік жоқ деп айтуға рұқсат бермеңіздер. Олай болмайды. Мүлдем түсінік жоқ бала болмайды, это овощ. Но олай айтуға никогда ешкімге жол бермеңіздер. Себебі ол нәрсені сіз де қабылдамау керексіз. Ондай нәрсе болмайды, өйткені өмірде ондай бала болмайды. Жақсы. Енді қараңыздар, сенсорная интеграция дегеніміз не? Жалпы давайте мен сразу мына нәрсені бастап кетейін, мына слайдты жіберемін, оқып қарап аласыздар. Сенсорная интеграция дегеніміз не? Сенсорика бұзылған кезде түсінік бұзылады. Түсінік бұзылған дегеніміз не? Бала жаман иісті сезбей қалуы мүмкін. Яғни жаман иіс шығып тұрса, отыра береді сол иістің ортасында. Отвращение жоқ балада. Немесе гиперчувствительный бала бар. Любой затқа лоқсып кетеді, любой нәрсеге лоқсиды. Это тоже ненормально. Бұл да баланың сенсорлық жүйелерінің бұзылғаны болып саналады. Машинада отырғанда жүрек айнитын адамдар бар ғой. Егер бәрінікі нормально болса, бәрінің жүрегі айнитын еді. Бірақ сенсорика бізде бұзылған болса, иіс сезу процесіміз бұзылған болса, онда біз лоқытпаймыз. Бұл қарапайым адамдарда да кездеседі, және онымен жұмыс жасау керек. Одан кейінгісі дәм сезу процесі. Бала тамақты мүлдем жемей қоюы мүмкін. Тамақ берсең жемейді, жегісі келмейді, шыңғырып, истерика болуы мүмкін. Немесе кез келген затты аузына сала беретін бала бар. Ол пикацизм деп аталады. Жүн болсын, ол тас болсын, ол қағаз болсын, бәрін аузына салып жеп қоя беретін балалар бар. Немесе белгілі бір тек қана ағашты соратын балалар бар. Немесе белгілі бір заттарды ғана жейтін балалар бар. Это тоже ненормально. Бұл да баланың дәм сезу процесінің бұзылуы. Қазір түсіндірем. Көріп қабылдаудың бұзылуы. Вот өте үлкен проблема осы жерде. Там Санжар бар, ананы алып кел десе, бала барып алып келе алмайды. Санжар менің телефонымды алып кел десе, бала алып келе алмайды. Немесе кейбір балалар бар, тіптен пазлдарды құрастыра алмайды. Бұл үлкен көріп қабылдаудың бұзылысы болып саналады. Егер бұл жерде ата-аналар дәл осындай бұзылысы бар басқа да аналарды көрсеңіздер, осы нәрселерді жеткізіп айтып отырыңыздар. Себебі сіздер уже сауатты анасыздар. Себебі просто так біреудің баласына да, өзіңіздің балаңызға да просто так қарай алмайсыздар. Тактильді бұзылыс, жаңа айтып жатыр, үлкен дәретін сезбейді, немесе керісінше балалар бар. Тактильді сезім мүшелері бұзылған кезде бала слишком жиіркеншек болуы мүмкін. Вестибулярный аппараттың бұзылуы, пропрioцепция және естіп қабылдау. Ал енді жеке-жеке тоқталайық. Бұл негізі өте керемет сабақ. Себебі бұны даже әлі күнге дейін кейбір мамандар да білмейді. Бірақ сіздер білсеңіздер деймін. Бала просто так шыңғырмайды өзімен өзі. Бала просто так өзі бір орында айналмайды. Бала просто так тамақты жегісі келмейді. Бала просто так өзінің үлкен кіші дәретке баратынын, бармайтынын сезбей қалмайды. Ал енді қараңыздар. Егер баланың тактильді сезім мүшесі бұзылған болса, яғни тактильді деген сөз жанасу деген сөз, сипау деген сөз. Бұл баланы, яғни терісін сезіну деген сөз. Тактильді сезім мүшесінің қабылдауы төмен болса, бұл бала ауырсынуды түсінбейді. Білесіздер ме? Кейбір ата-аналар айтады, менің балам басын жарға соғады. Менің балам ауырсынуды сезбейді, өзін тырнайды, өзін тістейді дейді. Неге ол өзін тырнайды, немесе өзін тістейді? Себебі бұл сенсорное голодание деп аталады. Немесе тактильное голодание деп аталады. Яғни тактильное голодание болған кезде бала басын жарға қатты соққан кезде, басы қатты ауырып кетсе, ол одан кішкене болсын рахат алады. Ал білесіздер ме неге? Себебі біздерге ауырсыну деген чувство керек. Бұл чувство балаларда болмауы мүмкін. Өзін зақымдауы мүмкін, тырнауы мүмкін, тістеуі мүмкін, шашын тартуы мүмкін, немесе басын қатты соғуы мүмкін бала. Яғни бұл бала ауырсынуды сезінгісі келеді. Одан кейінгісі бізде қабылдаудың жоғары болуы. Керісінше, тактильді сезім мүшелері өте жоғары балалар, гиперсезімтал балалар. Бұл балалар құшақтағанды жақсы көрмейді. Құшақтаса уже жылап, сен итеріп, тырнап бастауы мүмкін. Немесе бұл балаларға күтпеген жерден қол тиіп кететін болса, бала шошып кетіп, қашып, жүгіруі мүмкін. Немесе бұл балалар тырнағын алғызбайды. Бұл балалар
шашын тарауға, жууға рұқсат бермейді, шыңғырады. Яғни баланың денесін біздер ұстасақ, тем более массажды айтсақ та болады. Бұндай балалар массаж жасаған кезде шыңғырып жылайды. Бұл мамасы жасаса да, маман жасаса да, кім жасаса жылайды. Ондай балаларға мына денесіне массаж жасатқан кезде, как будто утюгпен бүйтіп өтіп жатырған сияқты чувство болады. Немесе ине кіргізіп жатырған сияқты ауырады. Сол себепті де егер бұны қайдан білуге болады? Маманға барса бала жылайды массаж жасағанда, бірақ мен үйден жасаған кезде ұйықтап жатырып, ұйқыдан оянғанда жаймен арқасын сипалап, массаж жасап, қолына массаж жасағанда спокойно жатса, сіздің балаңызда қабылдау нормально деген сөз. Қабылдауы төмен жоғары бала, бұл бала даже ол оянып жатқан кезде денесін жаймен сипалағанда уже сізбен төбелесіп бастайды, ұстама деп жылап ауырсынып бастайды. Сосын бұл балалар стресстік жағдайларда бір жерге кіргісі келмесе, бір нәрсе жасағысы келмесе шешініп тастайды. Бүкіл киімін лақтырып, нос киімін лақтырып, бәрін лақтырып тастауы мүмкін. Яғни осындай балалар. Одан кейінгісі баланың вестибулярный аппаратының бұзылуы. Яғни вестибулярный аппарат бұл біздің тепе-теңдігімізге, қимыл қозғалысымызға жауап береді. Вестибулярный аппарат төмен болған жағдайда бала биіктіктен қорықпайды. Бірден айтайын, бұл балалар терезеге шығып кетеді. Бұл балалар шкафқа шығып кетеді. Қорқыныш сезімі болмайды. Бұл балалар шкафтың төбесінде тұрса, диванда тұрса, қорықпай секіріп кетуі мүмкін. Көп жағдайда. Жаңа ғана тактильный бұзылысы бар балаларды айтайыншы сіздерге. Жақында менің өзімнің оқушым келді, айтады, Гүлсара Ниязова менің оқушым, менің балам күн қыс демейді, жаз демейді, далаға солай жүгіріп шығып кетеді, жалаң аяқ дейді. Сөйтіп көшеге кетіп қалады, далаға кетіп қалады, жалаң аяқ шығып кетеді, бірақ тоңғанын сезбейді дейді. Тоңғанын сезбейді, неге? Себебі баланың тактильді сезім мүшелері өте төмен дамыған. Мына ыстықты бала ұстап тұрса да, оған как будто бір жылы нәрсені ұстап тұрған сияқты болады. Хотя қолы күйіп қалғанын ол сезбей қалуы мүмкін. Сондай жағдайларда бар. Сосын қазір біздер енді тактильный ощущениемен жұмыс жасап жатырмыз. Одан кейін вестибулярный аппаратының бұзылуы. Вестибулярный аппарат балада төмен болса, қабылдауы, бұл бала жүгіре береді, бір орында айнала береді. Басы айналмайды. Качеляда 1 сағат, 2 сағат, 5 сағат отыра беруі мүмкін. Содан кейін бұл балалар машинаға жүгіріп кетуі мүмкін. Резкий движение жасайды. Резко жүгіріп кетеді, резко секіріп кетеді, резко тартып қалады деген сияқты сондай болуы мүмкін. Ал енді керісінше вестибулярный аппараты баланың төмен болса, бұл бала ешкіммен байланысқа түскісі келмейді, жай қозғалады. Садикке барса өзімен өзі бөлек отырғысы келеді. Оған біреу жақындағанын, біреу оның қолынан тартқанын қаламайды. Өте қорқақ болады, биіктіктен қорқады. Тіптен неге баспалдаққа мініп келе жатырғанда емес, в основном бұл балалар баспалдақтан төмен түсіп келе жатырған кезде қатты қорқады. Яғни мен құлап кетемін ба, мен не істеймін ба деген сияқты. Сосын бұл балалар тепе-теңдікті тез жоғалтады. Яғни жүріп келе жатырып, аяғына шалып, құлап қалуы мүмкін. Және бұл вестибулярный аппараттың төмендігін бірден анықтайтын дүние, бұл балаға велосипед тепкізу. Велосипедті никак үйрене алмайды бала. Себебі вестибулярный аппаратта тепе-теңдік. Бірінен соң бірін ғана тепе-теңдік сақтап істесең ғана жүреді. Бұндай балаларға міндетті түрде велосипед тебуді үйрету керекпіз. Міндетті түрде. Одан кейінгісі пропрацепция. Яғни бұл баланың жүру процесі, яғни бір жерде ұзақ теңселуі. Яғни пропрацепция балада төмен болса, бұл бала көп жағдайда жаяу жүрген кезінде аяқтарын соғып алуы мүмкін, бір жерге соғып алады. Яғни өз-өзіне шалынуы мүмкін аяғына. Немесе үстелде отырғанда аяғын еденге немесе орындыққа тигізіп отырады. Міндетті түрде болады, бала свободно отырады. Жоқ, бұл балалар всегда бір нәрсеге аяғы тиіп тұру керек. Сондай болады. Одан кейінгісі пропрацепция балада төмен қабылдау жоғары болса, бұл бала всегда мына еденге жатып алғысы келеді, полға. Жатып алғысы келеді, және батутта секіре береді бұл балалар. Батутта секірген кезде оның жүрегі айнымайды.
Ол без конца таңертеңнен кешке дейін батутта секіре беруі мүмкін. Міне осындай балалар. Давайте ата-аналар былай жасаңыздаршы. Дәл осындай үзілістағы бір баланы болсын көрдіңіздер ма? Немесе сіздің балаңызда осындай бар ма? Мына жерге жазып отырыңыздаршы, давайте мен біліп отырайын. Келесі бізде, жаза беріңіздер, мен қазір қарап отырамын. Дәм сезу қабілетінің бұзылуы. Дәм сезу балада төмен болса, ол любой затты жеп қояды. Шөп болсын, мата болсын, жалайды, оны аузына салғысы келеді. Тіпті оны жемеуі мүмкін, просто аузына салып көруі мүмкін. Ол жемейді, шайды жұтып жібермейді, бірақ аузына салып, соны отырады. Мен балам сондай. Мен балам батут жақсы көреді. Еденге жиі жатып алады. Иә, бар дейді. Бар. Әрине. Бар, пропорция төмен екен баламда дейді. Енді қараңыздар. Бұл дәм сезу қабілеті қабылдау төмен болған кезде бала любой затты аузына салып жеп қоюы мүмкін, немесе жемеуі мүмкін, түкіріспеуі мүмкін. Яғни шайнап дәмін көргісі келеді. Ащы тамақтар жақсы көруі мүмкін. Лимон бар, лимонды жеп қоюы мүмкін. Неге лимонды ол жақсы көреді, білесіздер ма? Себебі ол дәмді сезгісі келеді, но у него не получается. Как будто тілі ұйып қалған сияқты. Сіздерге тілдеріңізге, ауыздарыңызға мына анестезия нені салады ғой, анестезия салған кезде сіздер тіптен еріндеріңізді шайнап тастағандарыңызды түсінбей қаласыздар, потому что дымда сезбейсіздер. Сосын осы менің тілім бар ма деп тістеп көресіздер да. Тістеп көрген кезде бұл балалар да дәл сондай. Давай мен ащы зат жеп көрейінші, я почувствую это или нет деген сияқты сіздерде болады. Сол нәрсе бұл баланың дәм сезу қабілетінің төмен болуы. Жиі шашты, тамақтарды, немесе маталарды, киімдерді сорып жүру мүмкін. Немесе саусағын шайнап жүру мүмкін бұл балалар. Это не просто так. Ойламаңыздар, бұл бала просто так шашын сорып жатыр, бұл бала просто так қолын сорып жатыр, бұл бала просто так киімдерді сорып тастайды деген. Мысалы, бізде ондай оқушылар өте көп, киімін сорып тастайды. Даже менің киімімді де ұстап отырса, мен өзім былай байқамай бір нәрсе бірге жасап отырсақ, сорып тастайды ананы. Одан кейінгісі ерте жастан өскеннен кейін заттарды үнемі аузына тартады. Аузына барлық затты аузына сала береді. Даже 4 жаста болса да. Представляете? Бұл негізі бір 6-7 айлық баланың әрекеті ғой. Бәрін аузына салып көргісі келеді. Бірақ бұл балалар 4-5 жаста да дәл сондай бала болады. И это ненормально. Печенье жейді, мен балам сондай дейді. Сенсорная интеграция бар дейді. Балам денемді сипаларын жақсы көреді дейді. Одан кейінгісі дәм сезу жүйесі. Дәм сезу жүйесінің жоғары болуы. Бұл бала кез келген тамақты жемейді. Ну, хоть убей, ол балаға тамақ берсең, ол жемейді. Даже етті мына помидордың арасына араластырып жіберсеңіз, ол сразу білмейді. Жемейді, все. Мен жемеймін дейді ол нәрсені. Бұл бала гиперчувствительный бала. Бұл баланы алдай алмайсыздар сіздер. Себебі ол бәрін сразу сезіп қояды, өзіне ұнамайтын нәрсені. Одан кейінгісі тек ыстық немесе суық тамақтар жегісі келуі мүмкін. Яғни бұл бала или слишком ыстық тамақтар жейді, немесе слишком суық тамақтар жейді. Және жаңа тамақтарды көріп татып дәмін көргісі келмейді. Міне, осындай балалар. Тек сүттің өнімдерін ғана жейді, алмай жей алмайды, қаспен берем. Жерге жетіп жатала береді. Хорошо. Көріп қабылдау жүйесінің төмен болуы. Вот, осы нәрсе сіздерге қатты келуі мүмкін көп жағдайда ата-аналарға. Көріп қабылдау балада төмен болған жағдайда бала ұқсас заттарды бір-біріне ажырата алмайды. Қоян мен қойды бір-біріне ажырата алмайды. Маған қойды берші десең, түсінбейді вообще. Қойды берші маған, қоян емес, қоян десе, әйтеуір бір нәрсені береді сізге. Менен сұрап тұрсың ғой, алшы әйтеуір деп. Одан кейін бұл балалар пазлдарды құрастыра алмайды. Яғни суретті толықтай көрмейді. 3 бөліктен беретін пазл беріңіздерші, уже все, он теряется. Бұл бала қатты жарықта жақсы көруі мүмкін. Білесіздер ме, кейбір бізде де тоже оқушылар бар, телевизорға бүйтіп қарап отыратын балалар бар. Телевизорға өйтіп қарап отырады. Бұл баланың көріп қабылдауы төмен, ол ананы чувствовать етіп көргісі келеді. Одан кейін бұл балалар көзбен қолды бірге қимылдатады. Мысалы, біз айтсақ, так, қолыңды қой, көзіңді қимылдатпа. Мысалы,
көзіңді қимылдатпа, мынаған қарап отыр, или мен саған мына нәрсені көрсетемін десе, оның көзі вообще көзін тоқтата алмайды. Одан кейінгісі көзі қылилатады, жануардан ажыратады. Еттен жейді, тамақ жейді, басқа тамақ жейді, картоп жейді, бірақ пазл құрастыра алмайды. Вот, жануарларды ажыратады, бірақ пазл құрастыра алмауда құрастыру праксисін дұрыстамау, яғни көріп қабылдаудың бұзылуы болып саналады. Ал енді керісінше, көріп қабылдауы төмен, жоғары балалар қандай болады? Бұл балалар қараңғы жерді жақсы көреді. Жарыққа шықса шыңғырып жылайды. Бұл психологический бұзылыс деп жаба салады ата-аналар көбінесе. Бірақ бұл психологический бұзылыс емес. Бұл баланың көріп жарыққа барған кезде баланың көзі ауырады просто. Көзі ауырады жарыққа шыққан кезде. Сондай балалар бар. Қараңғылықты жақсы көреді. Үнемі жыпылықтата береді көзін, үнемі жыпылықтатады. Көзге тіке қарамайды. Тура қарамайды, яғни зрительный контакт жоқ. Тек өзінің ойыншықтарымен ойнағысы келеді. Басқа біреудің ойыншықтарын алғысы келмейді, яғни оған ол қызық емес болуы мүмкін әбден. Ал енді, міне қараңыздар. Енді біз диагностиканы әлі бастаған жоқпыз, себебі осы нәрсені сәл сіздер біліп алсаңыздар деймін. Ертең зато диагностика жасалады. Ах, вот, мен баламның осы жері бұзылған екен, осымен жұмыс жасаймын деп отырасыздар. Диагностикалау бланкысын беремін. Пока осыны сіңіріп алыңыздар. Енді ата-аналарға тапсырма. Күнде балаңыз ұйықтайын деп жатырған кезде арқасынан сипаңыздар. Күнде сипаңыздар. Күнде арқасынан сипалған балада сенсорное голодание болмайды мүлдем. Тактильное ощущениесі өте жақсы дамиды. Күнде баланың аяқ қолын сықылау керексіздер. Және анасы өзі сықылау керек. Күнде ішінен сипаңыз баланың, арқасынан сипаңыз. Негізі баланың мына тактильный ощущениесін дамытатын, үлкен дәретке барғанын сезбейтін балалар болса, солай мысалы үлкенді бүлдіріп қояды да, сөйтіп жүре береді, даже дискомфорт сезмейтін балалар. Это ненормально. Неге себебі? Бесікте жатқан бала, егер бүлдіріп қоятын болса үлкен дәретке, онда ол керек ұйықтамайды. Білесіздер ғой? Неге ұйықтамайды? Өйткені ол организм, вот все тело у него отталкивает. И это нормально, сондай болу керек. Бірақ ол бала жата беретін болса, просто сезінбей, даже жыламай кері ұйықтап қала беретін болса, это уже ненормально. Максимально күнде баланың арқасын сықылайсыздар, өздеріңіз аяқтарын, қолдарын, бәрін, маңдайын күнде сықылайсыздар. Неше жаста болса да, тағы да ескертейін, неше жаста болса да ата-аналар міндетті түрде балаларыңыздың арқаларын бәрін сықылайтын боласыздар. Міне, одан кейін тағы енді бұл сәл ғана айтылған нәрсе, бірақ ертең тағы да айтамын. Балалармен жұмыс жасау барысында ертең таңертеңнен бастап группаға жіберіп бастаймыз. Бірінші көріп қабылдауға арналған тапсырмалар жібереміз. Сіздерге соны орындайсыздар балаларыңызбен бірге. Сосын нені дұрыс орындады, нені дұрыс орындамады, соны анықтаймыз. Сол кезде уже точно біздің баламыздың бұзылысы шығады. Одан кейінгісі естіп қабылдауға арналған тапсырмалар беремін. Содан кейін дәм сезуге беремін. Одан кейін вестибулярный аппаратын тексеруге беремін. Бірден ескертейін, баламен ойын ойнап тапсырманы орындайтын кезде баланы ұрсып, давай кел деудің қажеті жоқ. Біріншіден сразу айтайын. Сіз жасайсыз, жолдасыңыз екеуіңіз жасасаңыз болады, немесе үлкен ағасы, сестрасы болса, или сестренкасы болса, солармен бірге жасайсыздар. Сосын бала сіздерден қарап отырып, ол өзі бірге қайталау керек. А баланы отырғызып қойып, так, давай сен бүйтіп жүресің деп заставлять етудің қажеті жоқ. Олай ол жұмыс жасамайды. Және бұл методика кәдімгідей жұмыс жасайды. Бала қызығып кетеді. Ертең логомассажды үйренген кезде де сіздерге соны үйрететін боламын. Бұл дайындық кезеңі деп аталады. Жалпы бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Давайте өздеріңізді көрсетіп қойыңыздаршы. Мына жерде көп аналар отыр, бірақ мен сіздерді көрмей отырмын. Тек мына жерде санаулы ғана аналарды көріп отырмын мен. Сабақ тыңдап көріп отырғандарыңызды бір көрсетіп қойсаңыздар. Диагностика әлі басталған жоқ, пока сіздерге сабақ өтіп жатырмын. Ертең диагностика кезінде жаймен бастаймыз, сосын балаларыңыздың видеоларын түсіресіздер. Сосын до и после видео жасаймыз. До и после видео міндетті түрде жасаймыз. Себебі бұл
Так, бұрын бала мен осы тапсырмаларды орындай алған жоқ, мынаны орындай алмады, мынаны орындай алмады деп түсіріп алыңыздар. Потому что 3 айдан кейін уже сіздер результат көріп бастайсыздар. Ох, мен жасап жатырған нәрсем хоть кішкене болсын нәтиже беріп жатыр екен ғой деп. Потому что нәтиже ол көзге көрінбейді. Мен всегда оқушылар келгенде сабағыма до всегда видео түсіріп аламын. Так, мынаны жасай алған жоқ, мынаны жасай алған, ол өзіме отчет. Сосын 3 айдан кейін сравнительно қарап отырамын. Так, мына балада мындай, сосын мамасына көрсетемін. Қараңыздаршы, қандай результат күшті деп. Потому что күнде баланы көре бергесін ол результат маған да кейде көрінбей қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде до видео түсіріп алыңыздар өздеріңіз үшін. Түсіндік қой, бүгінгі сабақ осы. Сәл сабыр сақтаңыздар. Ертеңнен бастап уже диагностиканы группаға жіберіп бастаймыз. Жаймен сол бланканы толтырасыздар, шығарып аласыздар. Кешегі тапсырманы орындаған аналар вообще молодцы, супер. Мен сіздердің запростарыңызды, сұрағандарыңызды бәрін мен түсініп отырмын. Және соған байланысты қосымша тағы сабақтар қосатын боламын. Себебі мен ойламағанда, мен өзім деп ата-аналардың запростарын көріп отырмын, менімен жақсы қарым-қатынас жасаса екен, менімен ойнаса екен, сол ойын процесін қалыптастыруды да қоссам ба деп отырмын. Себебі өте үлкен сондай бір процесс болып саналады. Так, жарайды ендеше аналар, сабақ түсінікті ма? Түсінікті болса, давайте қол бұлғап қойыңыздар, сабақтар түсінікті болса. Тыңдап отырсаңыздар. Супер, молодцы. Ага, күшті. Мына жақтағы аналарымызда. Аха, жақсы. Онда бұйырса ертеңге кездескенше, қазір мына слайдты жіберемін, жазып алыңыздар. Дәл осы слайдты жіберем группаға, жақсы ма? Жақсы, ендеше қайырлы түн. Зейіндеріңіз ашылсын. Жаттап алыңыздар. Тапсырма ұғынып аламын десеңіздер, негізі сабақты 5 рет қараңыздар, немесе хотя бы жазып алыңыздар максимально. Жақсы аналар, қайырлы түн. Тыныштығын тілеймін сіздерге. Ага, жақсы. Молодцы, вообще супер. Сабақ сақтап қоямыз.